Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сатбекқызы. Бүгін мен сіздерге доллар гүлінің күтімі жайында айтпақпын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен доллар гүлін қалай көбейтуге болады? Доллар гүлін жапырағынан және сабағынан тамырларын бөлу арқылы көбейтуге болады. Мен сіздерге келесі видеода толықтай түсіндіре кетемін және де көрсететін боламын. Қалай көбейту кереккен, сол видеодан толық көре аласыздар. Ал енді бұған қандай топырақ? Бұл ауланың ауыр топырағында өзін жақсы сезінбейді. Бұған жеңіл, борпылдақ, мындай құнарлы, ауа өткізгіш топырақ болуы керек. Менде міне дүкеннен сатып алынған универсальный өте жеңіл топырақ перлит араласқан. Осы топырақта өзін жақсы сезінеді. Бұған мен суды ипимен, цирконмен ғана су бүркейтін боламын. Бұлайша су көп бүркудің қажеті жоқ. Бұл гүл суды көп жақсы көре бермейді. Жаздың күні аптасына бір рет қана құйсаңыздар жетеді. Себебі суды көп құятын болсаңыздар, бұның картошкасы шіріп кетеді. Ал қыстың күні 2-3 аптада бір рет құйсаңыздар жеткілікті. Көп құюдың қажеті жоқ. Бұның түбінде картошкасы бар, сол көп су құйғаннан шіріп кетеді. Құйған кезде сіздер горшокты құрғатып, толық су құйған кезде аз құятын болсаңыздар, қорқып, тек қана тамырлар ғана суды ішеді, картошкасы суды ішіп үлгермей қалады. Сіздер ұзақ уақыт су құймаған кезде картошкасынан суды алып отырады. Жарықты жақсы көреді, бірақ тікелей күн сәулесін жақсы көрмейді. Жапырақтарында ажок пайда болып, күнге күйіп қалуы мүмкін. Жапырақтар не үшін сарғаяды, сол туралы айта кетейін. Егер де гүл қартайса, ұзақ уақыт бойы ол сізде гүл бар болса, онда бұл қалыпты жағдай. Бұл суды көп құйғаннан да, суды көп құймағаннан да, және де күннің астына қойғаннан, және де жарық жетіспегеннен де сарғаяды. Егер де сіздер тікелей күн сәулесінен қорғалған, жарық жерде қойсаңыздар, осындай стрелкалары жақсы шығаратын болады. Тыңайтқышқа келетін болсақ, агриколаның цикуленттерге арналған тыңайтқышы өте жақсы. Себебі бізде доллар цикуленттердің сортына жатады, кактус секілді. Және де Vertical Lux бұл да өте жақсы тыңайтқыш. 10 күнде бір рет құйсаңыздар жеткілікті. Одан көп құйып бермеңіздер. Универсальный құйсаңыздар да болады. Бұл гүл өте жай өседі. Сол себепті өспей жатыр деп удобрениені қайта-қайта құйып, картошкасын күйдіріп алмаңыздар. Зиянкес көп жолай бермейді. Және де бұл гүл көп ауырмайды. Горшогына келер болсақ, үлкен горшокта бұл жақсы өспейді. Бұған мысалға өзінің тамырына сәйкестендіріп горшокты таңдауымыз керек. Менде бұл жерде кішкене дәурек горшок, өйткені менде жаңағы стрелкалары көп. Бір ғана стрелка емес, менде бірнеше стрелкалар шығарып жатыр, себебі менде осы горшоктар жақсы өсіп жатыр. Демек, горшокты ыңғайлы таңдадым деген сөз. Өзінің тамырына сәйкестендіріп таңдасаңыздар, ол стрелкаларын көп шығаратын болады. Сіздерге мысал болу үшін картошкасы мен тамырын көрсетпекшімін. Мінекей осындай болады. Не астынан осындай стрелка шығарып келе жатыр. Менде осы гүлдің бір стрелкасында осындай сызықтар пайда болды. Оның себебі суды көп құйғаннан. Себебі бұл гүл менде басқа горшокта болды. Сондықтан мен оған суды көп құйып қойдым. Осы стрелканың басын екеуін кесіп тастаған кезде қасынан осы ұзын стрелка менде пайда болды. Басын кесіп тастасаңыздар, қасынан стрелкалар көп шығаратын болады. Мінекей достар, бүгінгі видеодан сіздер доллар гүлінің толықтай күтіммен таныстыңыздар. Егер де мен айтқан қағидалардың барлығын ұстанатын болсаңыздар, міндетті түрде гүлдерін жай қалып өсетін болады. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Келін Майра Құлан.